Өлі риза болмай тірі байымайды. Бір күні Ғайса моланың жанынан өтіп бара жатып, қабірдегі әруақтарды көрді. Олар жиналып жақсы сұхбат құрып отыр екен. Ішінде бір әруақ басы салбырап көңілсіз отырды. Ғайса, сенің неге көңіл күйің жоқ? Басқалар бүгін шат-шадыман отыр ғой, деді. Олардың ұрпақтары ата-аналарын есіне алып дұға жасады, садақа таратты. Мені ешкім есіне де алмады, деді. Ғайса, артыңда тұяқ қалып па еді, деді. Бір балам бар, бірақ оның жағдайы жоқ, деді. Ғайса ол баланы іздеп табады. Ол бір асханада ыдыс жуады екен. Ғайса оған, о дүниеде әкеңнің ахуалы нашар. Әкеңе дұға жасап артыңнан садақа бер, деді. Ұлы, шамам жетпейді, күн көрісім қиын, деді. Бір амал жаса, ұлық Алла ниетке береді. Итке жуынды берсең де садақата, деп Ғайса кеңес берді. Ұлы садақа бермекке ниет етті. Ол сол күні кешке асханада қалған қиқым қалдық пен жуындыны жинады. Аулада жатқан қотыр итке тамақ берді. Ит тойған соң аспанға қарап ұлыды. Біраз уақыт өткен соң Ғайса моладағы әруақтарды тағы көрді. Бәрі шат-шадыман екен. Ғайса бұрынғы әруаққа, бауырым, жағдайың түзелді ме, деді. Иә, менің де соңымнан қайырлы дұғалар жетті. Ұлым бір итке садақа беріпті. Иттің разылығынан ұлық Алла да маған риза болды. Мейірімді Алла менің де ақымды толтырып берді. Ұлыма дән ризамын, деді. Осыдан соң ұлының да ісі алға басып, жағдайы түзеліпті. Өлі риза болмай тірі байымайды деген сөз осыдан қалған екен, дейді.